молодой участник. Как тебя зовут? Так, ты нам исполнишь песню какую-то из стихотворения? Что ты хотел? Вот это вот минута славы сегодня. Тебя будут потом вспоминать все, как ты выступал. Конечно, конечно. Про папу? Давай. Ладошки приготовили взрослые? От açtım su açtım ben үшін енді міне бағым берді жемісін бала қыраншынға шықса бұл күнді бұның бәрі әке сенің жемісін анашымды отырғызып жаныңа той берейін салып алақаныма ей адамды шүкіршілік етіңдер бұл өмірде әкелерім барынан тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына алатаудың қадірін білесің бе арманым мен балаларым өсуде алтын шапан кигізгенде асығын айтшы әке не істей аламын сен үшін анашымды отырғызып жаныма той берейін салып алақаныма ей адамдар шүкіршілік етіңдер бұл өмірде әкелерім барынан тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына ана жұмақ әке жұмақ қақпасы бұл жұмбаққа бұрмашы атпасы бір күндері жұмбақ іздеп барғанда қақпа болып қақпа шылмай жатпасын анашымды отырғызып жаныңа той берейін салып алақаныма ей адамдар шүкіршілік етіңдер бұл өмірде әкелерім барынан тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына тек әкелер сендер ғана лайықсың хан сарайы патша тағына. Ну это просто голос Петропавловска, друзья! Я предлагаю ему дать стиральную машинку. Стиральную машинку? Ну вот участие просто. Я бы тоже все призы отдала нашим детям. Ну, давайте сейчас, во-первых, потому что они у нас такие молодцы. Ребят, держите, чтобы не было так жарко. Но чтобы было вкусно, держите. Вы у меня будете помощником сегодня на розыгрыше, как самый смелый. Ну а тебе двойная сила, двойной оранжевый сок, ваши аплодисменты. Ребят, я вас жду, если что, поможете нам, хорошо? Под аплодисменты спускаемся здесь, так, водителя. Аплодисменты мы не слышим. Молодцы, вот оно будущее наше. Ну что же, совсем немного остается.